Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің кезекті отырысының 20-шы хатшылығы басталды. Алдағы күндері, яғни 14-15 қыркүйекте әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі өтетін болады. Хатшылық бұл әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезінің жұмыс органы. Съез хатшылығы 2003 жылы бірінші съез кезінде құрылды. Орган съез отырыстары арасындағы қызметті қамтамасыз етеді. Басшысы Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы. Қазір хатшылықты Мәулен Әшімбаев басқарады. Хатшылық мүшелері съезге қатысатын әлемдік діндер көшбасшыларының өкілдері. Олардың ішінде ислам, христиандық, иудаизм, буддизм, даосизм, синтоизм, индуизм және халықаралық ұйымдар. Хатшылық жыл сайын жиналады. Ол төменде көрсетілген мәселелерді қарастырады. Съез шешімдерін іске асыру, съез отырыстарын дайындауды қамтамасыз ету, негізгі тақырыптарды жаһандық күн тәртібін, жұмыс регламентін, қорытынды құжаттар жобаларын келісу, конфессияаралық және өркениетаралық диалог мәселелері бойынша халықаралық құрылымдармен өзара іс-қимылды үйлестіру. Былтыр өтеді деп жоспарланған 7-ші съез пандемияға байланысты кейінге шегерілген болатын. Сондықтан ертең басталатын съез тақырыбы әлемдік және дәстүрлі конфессиялар көшбасшыларының пандемиядан кейінгі кезеңде адамзаттың әлеуметтік рухани дамуындағы рөлі ретінде белгіленді. Оның аясында діндердің рухани және адамгершілік құндылықтарды нығайтудағы білім беру мен дінтанудың бейбіт өмір сүруіне ықпал етудегі, әсіресе діни негіздегі экстремизмге, радикализмге және терроризмге қарсы іс-қимылдағы рөлі және әйелдердің қоғамның әл-ауқаты мен тұрақты дамуына қосқан үлесі туралы мәселелерді қамтитын 4 секциялық отырыс ұйымдастырылады. Аталған діни форумның ерекшелігі Рим папасы Франциск, Әл-Асқардың жоғарғы имамы Ахмет Тайып, Иерусалим патриархы Теофил III, Ашкеназдың бас раввині Давид Лау, Израильдің бас сефард раввині Ицхак Йосиф және басқа да діни жетекшілер, сондай-ақ бірқатар халықаралық ұйымдар өкілдерінің қатысуы болады. Биыл әлемнің түкпір-түкпірінен келген дін өкілдері елордада ашылатын үлкен саябаққа көшет отырғызу рәсімін өткізбек. Айта кетейік, президент қазіргі кезде съез өткізудің маңыздылығы жоғары екендігін айтқан болатын.